Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге шаймен ішкенге өте жеңіл, оңай әрі тез дайындалатын рогалики пісіретін боламыз. Қамыры өте нәзік, жұмсақ болып шығады. Осы рецепт бойынша менімен бірге жасауға кеңес беремін. Бізге керек заттар: ұн, сары май, қаймақ, құмшекер және де бір жұмыртқа. Осы заттардың мөлшерін астында описание бөліміне жазып қойдым. Сол жерден көрсеңіздер болады. Ең алдымен үлкендеу ыдысымызға ұнды және де оның үстіне дайындап қойған қопсытқышты салып, қасықпен осылай біркелкі етіп араластырып аламыз. Сонан соң сары майымызды қосып, крошка қылып езіп аламыз. Сары майымыз тоңазытқыштан жаңа ғана шыққан болуы керек, яғни салқын болуы керек. Сонда бізде қамырымыз үгітілмелі, әдем болып шығады. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай, бізде осындай құрғақ масса шығу керек. Ендігі кезекте бөлек ыдысқа жұмыртқаны, құмшекерді және де қаймақты қосып, біркелкі етіп араластырып аламыз. Енді құрғақ ингредиенттерімізге осы сұйық массамызды қосып, қамыр біріккенше илейтін боламыз. Соңында бізде осындай қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығады. Негізінен қамырды 10-15 минутқа тоңазытқышқа салып, тындырып қойсаңыздар болады. Бірақтан мен бірден жасай бердім. Егер асығып тұрған болсаңыздар, бірден жасасаңыздар да болады. Кішкене ғана ұн себе отырып, осы қамырымызды жайып аламыз. Қамырымыздың қалыңдығы 3-4 мм болса, сол бізге жеткілікті болады. Енді осы қамырымыздың бетіне бір ас қасықтай құмшекерді сеуіп шығамыз. Сонан соң бетін қайтадан оқтаумен жүргізіп шығамыз. Сонда біздің қамырымыз одан сары үгітілмелі болып әдем болып шығады. Енді қамырымызды осындай 3 бұрышты бөліктерге бөліп шығамыз. Дәл видеода көріп тұрғандарыңыздай жасайсыздар. Және де бұл жерде мен жалпы 24 бөлікке бөлдім. Дәл осы видеодағыдай бөлсеңіздер, сіздерде де осындай 24 бөлік шығады. Шеттерін кішкене ғана осылай кесіп шығамыз. Сонан соң рогаликті орауға кірісеміз. Мен бұл жерде ортасына ешқандай салмақ қоспай жасап жатырмын. Осылай жасасаңыздар да өте дәмді, кәдімгі печенье ұқсап әдем болып шығады. Ал егер өз қалауларыңыз бойынша кез келген салмасын салсаңыздар болады. Мысалы шоколад, немесе вареный сгущенка, варенье, джем, сондайларды қоссаңыздар да рогалигіңіз одан сайын түрленіп әдем болып шығады. Рогаликтердің бетіне ешқандай жұмыртқа жақпаймыз, өзі осылай қызарып әдем болып піседі. 180 градуста шамамен 20-30 минут аралығында пісіріп аласыздар. Міне осындай әдемі болып піседі. Рогаликтеріміз өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Сіздерге де осы рецепт бойынша жасауға кеңес беремін. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Достар, дүкеннен сатып алғанша осылай үй жағдайында түрлі тәттілерді пісіріп, сіздер де үйшілеріңізді және қонақтарыңызды қуантыңыздар. Ол үшін мен каналыма өтіп, түрлі тәттілердің рецептілерін көріп, сіздер де жасаңыздар. Жасаған болсаңыздар, міндетті түрде комментарияға бөлісіп кетіңіздер. Қараңыздаршы, біздің рогаликтеріміз қандай әдемі, сондай жұмсақ болып шыққан. Достар, сіздерге егер рецепт ұнаған болса, жақындарыңызбен осылай бөлісіп қойсаңыздар болады. Менімен бірге болғандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.